Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін барниін дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керек ұн, шекер, жұмыртқа, сүт, май, ванилин, разрыхлитель, какао керек болады. Және арасына варенка салғалы жатырмын. Мынандай қалташа керек болады, қалып керек. Бірінші жұмыртқамызды сүт қосып, майымызды салып, шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыз да болады. Алдын қолмен араластырам деп ойладым, кейін дайын жақсы көрдім. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, електен өткізе отырып, бөлшектеп, жаймендеп, оны да араластырып алатын боламыз. Қалған салық. Қою қаймақтай болады қамыры. Балаларың сұрағанда істеуге болады. Міне 2 қасықтайын какао қосып, қара шоколад қоңыр қылып аламын. Сосын қамырын мынада кішкене қостым. Қоңыр шалау болған, қоңыр аю болған қаладым. Сондықтан қоспасаңыз да болады. Енді қалыпты майлап аламыз. Мен бұл қалыпты жаңадан алғандықтан бірінші рет істеп жатырмын. Қалай шығатын көреміз қазір. Бірінші осындай қолына, аяғына, тұмсығын, құлағына шоколад цветтес бірінші құйып алып шықтым, бәріне жағалай. Жалпы кексті істеп отырамыз ғой үйде. Сол кекстің тестасымен істей беруіңізге болады бұны. Міне осылай әдемі көріну үшін ерінбестен барлығын осылай алып алдық. Енді осының үстіне ашық қоңыр қылып жасаған қамырымызды құйып шығамыз. Қуыс-қуыстарының бәріне өзіне жайылып, тегістеліп кетеді жалпы болған кезде. Жалпы кексті жегеннен осы барни қысатып жегенді өте жақсы көреді ғой балалар. Барни деп. Мінекей осылай бәріне салып шықтым. Одан кейін варенкамызды ортасына ғана салдым мен. Бірақ жерге бас жағына бөлек бір жарты қасықтай кішкене салып отырсаңыз да болады. Мен енді өте қатты көп болып кеткенін қаламадым да, тек қана ортасына, қарынның тұсына салдым. Жарты шайнек ложка бұл да. Енді осының үстіне қалған қамырымызды құйып шықтым. Варенканы жабу үшін. Қамырдың өзі жалпы жайылып, сөйтіп әдемі болып орналасып қалады. Менің қамырым тура 12 барни шықты. Өзі қалыпта 12 екен, тура осыған ғана жетті. Даққа әдемі болып жетті. Бұны енді 180 градуста қызып тұрған духовкада бір 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің барниіміз дайын болды. Томпайып, әдемі болып шықты. Енді қалыптан түсуі де өте оңай болады бұның. Жаймендеп көтеріп отырсаңыз, осылай мінекей қандай әдемі қонжықтар шықты. Біздің барни дайын болды. Сіздермен де болғандайла комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.